Ай тауын қоныстанған бір қауым жұрт болыпты. Олар орманды жаңылып, аң аулап күнелтер екен. Бір жылы қыста кенеттен қырық бойы қар жауып, ауыр апатқа ұшырапты. Тек аю терісін жамылып, аң аулап кеткен аю батыр ғана терең тас үңгірге тығылып аман қалыпты. Қар тоқтаған соң тас үңгірден шыққан аю батыр: "Мұнда тірі жан бар ма?" Мұнда біреу жатыр екен. Кім болды екен ол? Тек алып жатыр. Құдайым-ай! Көмектесеңізші, нағызды тірілтуге! Бармысың, қасиетті жер ана, табынып саған тәу етемін. Өткенде өссін көк шыбық, мейіріміңді түнде көр. Тәу, тәу, тәу. Бармысың, қасиетті су ана, нәр болып тарайтын далаға, табынып тәу етем өзіңе, жақсылық оянып санаңда. Тәу, тәу, тәу. Бармысың, мейірімді күн ана, шуағы таранған ғаламға, табынып тәу етем өзіңе, тыныштық болсын жер даламда. Тәу, тәу, тәу. Бармысың, жалынды отана, жылуды мұң шашқан далаға, мұздаған тәніме жылу бер, табынып тәу етем өзіңе. Тәу, тәу, тәу. Денімізге саулық бер, ел жұртыңа жылуыңды дарыта көр. Тәу, тәу, тәу. Рахмет саған, отана. Рахмет саған, майына. Мені бір ажалдан аман алып қалдыңыз. Енді екеуің бас құрап, түтін түтетіп үй болыңдар. Өлген жандарың көп болсын, оттарың өшпесін. Күндердің күнінде ай сұлу жұптығын қалғанын байқайды. Ай күні толы, ай сұлу толғатады. Жапа жалғыз тас үңгірде толғатқан жас аруана жылап еңіреп жер мен көктің бәріне сыйынады. Бұл кезде аю батыр орманға аң аулап кеткен болатын. Өзін өлімнен құтқарып қалатын ұмай анаға жалынып жалынып: "Құдіретті ұмай ана, бізге өз батаңызды беріп